Сәлем достар, үйренуді жалғастырыңыздар. Яғни кез келген тілді үйренуде, сол тілде түрлі мәтіндерді дауыстап оқудың маңызы зор. Яғни дауыстап оқудың пайдасы өте көп. Кеттік ендеше жүдеу. Жүдеудің синонимдары арық, тырық деген мағынаны береді. Ричард аз тамақ жейді. Ричард аз тамақ ішеді. Ричард аз тамақ жейді. Ол тамақты көп ішпейді. Ол тамақты көп жемейді. Ол көп тамақтануды ұнатпайтын адам. Ол таңғы жеңіл аспен, түскі жеңіл аспен және кешкі жеңіл аспен қанағаттанады. Қанағаттану деген мағынасы, яғни қолдағы барға риза болу, шүкіршілік ету деген мағынаны береді. Яғни таңғы асты жеңіл тамақтанады, түскі асты жеңіл тамақтанады және кешкі асты да жеңіл ғана тамақтанады. Ричард толық адам емес, ол жүдеу. Ол әрқашан жүдеу болады, өйткені ол аз тамақ ішеді. Ричард толық адам емес, түсінікті, ол жүдеу, ол арық, ол әрқашан жүдеу болады. Ол әрқашан, яғни үнемі деген мағынада, үнемі ол тырық, арық болады. Өйткені деген себебі, ол аз тамақ жейді. Ол таңғы асқа сұлы жармасының үлпектерін жейді. Ол оған сүт қосып жейді, және сүт араластырып жейді деген мағынада. Ол түскі асқа сэндвич жейді. Кейде бұл балығы бар сэндвич дейді. Кейде бұл балық қосылған сэндвич. Ол балықты жақсы көреді. Ол кешкі асқа күріш пен көкөністерді жейді. Ол кешкі асқа тек күріш пен көкөністерді ғана жейді деп тұр. Яғни күріш пен көкөністен басқа ештемені жемейді деген мағынада. Ол ешқашан толық болмайды. Қазақ тілін үйренуде тоқтап қалмаңыздар, жалғастырыңыздар. Келесі қысқа мәтінді текстерде кездескенше сау болыңыздар.